Ақ қағаз Досжанова. Отандық медицинаның алғашқы қарлығаштарының бірі Ақ қағаз Досжанова 1893 жылы Торғай облысы Ақтөбе уезі Бөрте болысында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған Ақ қағаз көкесі Сағындықтың қолында тәрбиеленген. Болашақ мамандығын таңдауына да осы кісі себепші болған. Яғни әлеуметтік желінің отын көсемей-ақ менторлықтың жарқын үлгісін көрсеткен десек болады. Ақ қағаз жанашыр көкесінің көмегімен әуелі Орынбордағы татар мектебінде, кейін Орынбор гимназиясында оқып, оны үздік бітіреді. 21 жасында Ақ қағаз Мәскеудегі медицина курсына түсіп, шәкіртақы алып тұрады. Алайда ақпан революциясы қоғамдық жұмыстар мен басқа да тұрмыс ауыртпашылығы денсаулығына нұқсан келтіріп, оқуды аяқтай алмайды. Ақ қағаз жеделдетілген фельдшерлік курстан өтіп, мейірбике куәлігімен елге оралады. Фельдшерлік курсты аяқтағаны туралы құжаттың көмегімен Томск университеті медицина факультетінің 2-ші курсына бірден қабылданған, ол оқу тәжірибесін Семейде өтеді. Бұл кезде Ташкент қаласында Орта Азия университеті ашылып, Досжанова медицина факультетіндегі оқуын осы жерде жалғастырады. Сөйтіп, 1922 жылы дәрігер дипломын алып шығады. Осының құрметіне үкімет оған 100 000 рубль көлемінде сыйақы тағайындап, науқастарды емдеуге арналған кабинетін ағылшын медқұралдарымен жабдықтап береді. Азаматтық соғыстан кейінгі жылдары жаппай ашаршылықтың салдарынан ата-анасынан айырылып, панасыз қалған балалардың саны 10 000-дап саналатын еді. Көз көргендердің айтуынша, сол кезде ауыл адамдары бала жылап, қынқылдаса, Ақ қағаз дәрігердің атын әлдеге қосып ұғатады екен. Осылайша өз ісін жан тәнімен сүйген ибалы дәрігер мейірімділіктің символына айналады. Білікті мамандардың тапшылығынан Ақ қағаз Досжанова өзінің кәсіптесі Гүлсім Асфендияровамен бірге қазақ әйелдеріне арналған акушер әйелдер курсын ашады. Ақ қағаз 28 жасында болашақ жары Әлімгерей Ершінмен танысады. Ол сол кезде ашаршылыққа ұшыраған Еділ мен Жайық бойының халқын Орталық Азия әл-ауқатты жоғары аудандарына көшіру және қоныстандыру жөніндегі комиссияның комиссары қызметін атқарған. Кейін бұл отбасы Алматыға қоныс аударады да, Ақ қағаз қалалық ауруханалардың бірінде гинеколог болып жұмыс істейді. Бұл кезде қалада безгек ауруы жаппай тарап, қолдан жасалған ашаршылық өршіп тұрды. Ақ қағаз күні-түні санитарлық жағдайы сын көтермейтін ортада науқастарды емдеуін тоқтатпады. Осындай жанкештіліктің салдарынан Ақ қағаз денсаулығынан айырылып, Шымкентке көшкеннен кейін